Көктемде мен күттім көп, көктем келді еңлік гүлдеп, еңлігім ау серт беріп ең сендікпін деп. Әр көктемнің салтын бозып, сол көктемнің антын бозып, саусағыңа тағыпсың ау алтын жүзік. Сұлу жүзің нұрдан алған, сыңғыр күлкің судан алған, ханшайым ертегіммен жырдан алған. Жанарыңды мұңнан алған, сөздеріңді сырдан алған, неге басқа біреу ұрлап алған. Сендей жанды таба алам ба бұл ғаламнан? Сезім сөнгендейсің, сүймепсің ау дәл мендейшін. Мендей сүйсең сағыныштан емделмейсің. Басқа жанмен серуендейсің, бақытым деп сенгендейсің. Тағы да бір көктем келер, сен келмейсің. Сұлу жүзің нұрдан алған, сыңғыр күлкің судан алған, ханшайым ертегіммен жырдан алған. Жанарыңды мұңнан алған, сөздеріңді сырдан алған, неге басқа біреу ұрлап алған. Сендей жанды таба алам ба? Алған, сыңғыр күлкің судан алған, ханшайым ертегіммен жырдан алған. Жанарыңды мұңнан алған, сөздеріңді сырдан алған, неге басқа біреу ұрлап алған. Сендей жанды таба алам ба бұл ғаламнан? Kaynaşılan vakitleri kaydasıdan öpülesinde yüzüye boy sene tatlı gitmiştim şeylersin canlar. Kasır ekersen men kasır жүрсün kasır bolsan da soğuladın canım şürsün ötensen kasır ekersen men kasır жүрсün
шын жүзіңсің. Қасы болсаң да, досы болсаң да, сұлулық жан жүзіңсің. Жеңілердің тебіне түсіп, аттарының сауырына қамшы басуын сұраңыздар. Сырттағы барша меймандарға той алаңына келіп дастарханға қарай жайғасуын бір ауыз өтініш қылыңыздар. Көптен күткен қуанышымызды бастайық. Санаулы сын сағаттарынан кейін бүгінгі Нүсіп әулетіндегі көптен күткен қуаныштың бірі басталатын болады. Аттарыңызды қамшылай шауып, орындарыңызды адаспай тауым алыңыздар. Келіңіздер, жайғасыңыздар. Құтты болсын тойларыңыз. Жақсылық құтты болсын. Сыртта жүрген ағаларымызды, әкелерімізді, аналарымызды. Бісміллә, жаңылдырма, тілімді алла, кеудемнен жанымды алсаң, жырымды алма. Даламнан дархандықты сіңірген соң, анамнан қазақ болып туылғанда. Сағидолла ағам мен Құлайхан ағам бүгін міне той жасады, дарынмен Нұрсұлтандай құлындарға. Аллажар бастағанда жырымды өктем, бабамды еске аламын бұрынғы өткен. Өмірдің өнер атты бақшасына өзімнің өлең атты гүлімді еккем. Ағайын, сүмбей елі тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі Нүсіп әулеті дүбірлеткен дүбірлі қуанышқа қош келдіңіздер қадірлі жақсылар. Келген адамдарыңызға біріншіден күліп өтсін. Менің апам марқұм айтып отырушы еді, жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ астында деп. Ағаштың басындағы биік шыңның құзындағы, үлкен шыңдағы үлкен жақсылық, бұл қуаныш енді бәрімізге ортақ қуаныш. Сондықтан да жұмыла көтерген жүктің жеңілдігін сіздерде жақсы білесіздер. Көптен күткен қуанышты сіздердің көңілдеріңізбен, үлкен тілек ниеттеріңізбен әдемі қылып өткізу, ол сіздердің біздерге байланысты екенін де сіздер жақсы білесіздер. Аяғы лас адам есіктен төрге дейін бұлғайды, ал көңілі лас адам бесіктен көрге дейін болмайды деген қазақпыз ғой. Сондықтан да бұл жақсылыққа тек қана әппақ көңіл керек. Сол әппақ көңілді бүгінгі әулетке өлу керек. Тойдың жақсы өтуіне бәріміз сену керекпіз. Енді бүгін өздеріңізге белгілі Дарын мен Нұрсұлтанның жақсылығы. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Дарында әлімсақтан бері мұсылман болып дүние есігін ашқанменен бүгін міне сол мұсылмандықтың парызын өтеп, сүндеттеніп, ашамайлы атқа мініп, мұсылмандық таққа мініп жатқан үлкен қуанышының бірі. Мұсылмандығын өтеп жатқан Дарынның артынан ілескен інісі, ырысы, өздеріңіздің Нұрасылдың да мінекей тұсауы кесіліп, күрмеуі шешіліп, қаз-қаз қадамын басып, үлкен өмірге деген алғашқы ақ тілекпен, ақ батамен, нық бадам қадамын басатын күн. Сондықтан да қос қуанышты қос қолдап тұрып қолдасақ та жарасымды болмақ. Жарасымды тойдың алғашқы шынайы шабалағы сіздерден болса, содан кейін біз де сіздер рұқсат етсеңіздер, бүгінгі тойдың иелері, яғни Сағидолла әкемізді, Құлайхан анамызды, Ернат бауырымызды, жадырақ келіндеріңізді, қыздарыңызды, ең бастысы тойдың басты себепкерлері Дарын мен Нұрасылды ортаға алдырып, үлкен шашуымызды шашып, шабалағымызды ұрып, арқаны кеңге салып, шын көңілімізді білдірсек деген ой. Орнынан тұрсақ, шабалақ ұрсақ, құрмет қылсақ болады, сонда көңіл толады. Ортада тойдың иелері болсын, қошемет, құрмет сіздерден.
Sağlıklarına kılayıp Allah razı olsun. Мінекей қос балапанды қазақша киіндіріп, керемет қазақылық дәстүрді сақтап жатқан сіздерге шынымен де Allah разы болсын. Енді әулеттегі біріншіден қуаныш құтты болсын. Ата, мынау енді өз балаңша өскенше, немереңді өлгенше бағасын деген қазақпыз ғой. Осылардың өлгенше жақсылығын көруді Allah нәсіп етсін. Екі балапаныңызға Allah тағала бастарына бақыт берсін. Сол бақытты көретін дарын мен нұрасылға ұзақ уақыт берсін, ардақты жақсылар. Қайтып келер бақыт болғанмен қайтып айналып келетін уақыт болмайтынын да жақсы білесіздер. Өз уақытымен бүгінгі Нүсіп әулетіндегі көптен күткен қуанышымызды бастап жатырмыз. Тойларыңыз жақсы да сәтті өтіп, екі бала өмірде тек сәттілікке толы күн мен сәттілікке толы ғұмыр кешуіне тілекшімін. Өйткені Сағидоллаға мынау Англияның бұрынғы премьер-министрі болған Уинстон Черчилль айтқан екен: мен адамдарға бақыт, байлық, денсаулық тілемейтін едім. Өйткені Титаник дейтін алып кеме суға кеткенде сол кемедегі адамдардың көбісі бақытты, әр денсаулықтары мықты адамдар болған. Тек сәттілік жолдас болғандары ғана тірі қалды деген екен. Сәттілікке толы ғұмыр кешуіне шын жүректен тілекшіміз. Тойларыңыз құтты болсын аға. Енді рұқсат етсеңіздер, тойымыздың бісміллә деп ақ тілегін алсақ, содан тойдың дастарханына қол салсақ деп тұрған жайымыз бар. Қият ақсақалдан иллахи амин деп бүгінгі жайылған дастарханымыздың және қос балапанымыздың батасын сылайық. Қият ақсақалдың батасымен қияметке дейін бәріміз жақсы күн кешуді Allah нәсіп етсін. Basına mandırı tasarlanan gerekli etsin. Gözlerden toyumuz tuttu olsun, iki balan mutlu olsun. O sakidinin bir tireği olsun. Toları kısan gördüğünüzde. Sizler de dersin zaman bulayıp, zamanı sırf olsun. Bismillah. Amin Allah'a akbar, diyanın Allah razı olsun. Vatanız kabul olsun. Al, dastarхан açıp, Allah'ı demlen. Alınızlar. Bir-birleringizге деген үлкен көңілдеріңізді бөле отырыңыздар. Жақсылық құтты болсын. Көптен күткен қуаныш. Сондықтан да бұл қуанышта бұрын болмаған бір сүбелі, сұмдық, сұрапыл той болуына шын жүректен тілекшіміз. Енді тойдың алғашқы ән шашуы бізден болсын. Сіздердің құрметтеріңізге Елге сапар деген тамаша бір әнді тартып өтейік. Бәріміздің тамырымыз, жүрегіміз ауыл екен, бәрілеріңізде жақсы білесіздер. Ағайын туыс баурай, сүмбе деген аулай, бұл сүмбеде тулайды асау қанымай. Анамның туған жер еді, әкемнің жүрген ел еді. Кейде жаным жабық кеткенде, сүмбе шошынайыма кеткім келеді деп жүрген азаматтың біріміз ғой. Сондықтан да елге сапарлап қайтайық. Дәмнен алыңыздар. Ғалым Ахмет Досмин екеуміз орындауында болсын. Жүрегім берде елшірек, ауылдың суы, ауылдың нұры аңсатты, күйбең тірліктің көрген жолдары шаршатты. Ağılım şayla, bağırım şayla, şır şasa.
suyunib turib anam suyungan sharbatqa жол жүрегім бармасам елге болмайды басымдаша тіреймін елге маңдайды ет жақындарым ақтарып кеткен келмеске көз көрген көрмей азайып қақтау солғайды Suyunib turib anam suyungan sharbatqa Avlim jayla sho'r jasad Suyunib turib anam suyungan sharbatqa Suyunib turib anam suyungan sharbatqa Avlim jayla sho'r jasad Suyunib turib anam suyungan sharbatqa Zalim таң алып бара жатыр ғой мына шапалақтың бәрі маған ба деп. Мұндай шапалақ көрмеген бе ешқандай. Арасында шапалақ болғанымызда тойдың шыны да шапалақ екенін жақсы білесіздер. Енді қадірлі көпшілік бүгінгі тойдың басты мақсаты өздеріңізге белгілі. Нұрасылымыздың тұсауын кесу, күрмеуін шешу, қас-қас қадамын бастыру, өмірде сүрінбесін, алар асуы алда болсын, қадамы нық болсын, жүрген жер әрқашан құт болсын деп тілеген тілек ниетпен бірінші тұсаукесерден бастасақ па деп жатқан жайымыз бар. Сондықтан қазір тұсаукесерге біз Нұрасылды алдырайық. Одан кейін тұсау кесетін Ернаттың досы Жанболат және де жетектейтін Салиха құдағи мектеп директоры Құралай апайымызды ортаға шақырып бірінші рәсімімізді дәстүрімізді жасап алайық. Одан кейін Ақтілектің ауылына бет бұратын боламыз. Шерес бісімілі кескен жақсы ғой. Пышақпен кесейік, қайшымен болмайды. Өлгендердің бір батасы болсын. Өлген аты кім бар? Әмин. Ağız ayım olmasın. Boncuğunu bastasın, yaratkan Allah yarık olsun. Ölgünde de iman versin, tepede bereketi beklesin. Dastarkanların yol olsun, mayın kaydı yol olsun. Baba şaka yer yurtun aman esen olsun. Dastarkan, ılgıyla olsun ve ola versin. Babaların cüyük olsun. Әмин айтқаныңызға сау Жанболат бауырым тұсауды кесіңіз. Өткір пышақпен, өткір жүзбен кескен жақсы. Жолы солай ғой. Бисмиллахиррахманиррахим. Тұсауыңды кесемін, күрмеуіңді шешейін. Қас балам. Тұсауыңды кесейік, күрмеуіңді шешейік. Тай бас балам. Ал жүгірді бағыңыздар. Тұсауын кесендер күрмеуіңді. Еш уақытта жүрілмесін. Şekimin rahmet Allah razı olsun. Şaşırdı şaşırdı zapalım. Berleriniz
бәрімізге жұмысты болсын, осындай той болсын бәрімізге. Жалпы. Сол кешкен апайлар кетіп қалмаңыздар, қораның той болмай, жол болады деген сый-сияпатымыз бар екенін де ескеріңіздер. Енді жамбыл қайындарымен жоғасы бар сияқты, Алла разы болсын. Сол кешке жүре беріңіз. Онайын балан шөшталып. Ай бәрекелді, рахмет. Рахмет. Мінекей сіздерге де сый-сияпатымыз, Алла разы болсын. Рахмет, апай, рахмет, Алла разы болсын. Құдағи, сізге де рахмет. Алла разы болсын. Рахмет, мұзыка. Ал енді көпшілік тойдың әрине болғаннан болатысы қызық қой. Осы той қашан болады екен деп көп күттік. Көп күткен қуанышымызға жеттік. Осы араға келіп той қашан басталады екен деп көп күттіңіздер. Енді осы Қарадаладағы жалпы біздің елдегі той осы уақытта басталады. Алыстан жақыннан келген меймандар осы өкпе реніштеріңіз болмасын. Өз уақыты әлі сағат 3-ке дейін уақытымыз бар. Сондықтан біз де ақырындап бисмилла деп тілектерді ортаға шақырып, жақсы тілектерге, жақсы ниеттерге кезек берсек деп тұрған жайымыз бар. Әрине біреулер әулеттің өткенін көргің келсе, қарттарына қара, болашағын көргің келсе, жастарына қара дейді ғой. Әулеттің үлкендері, яғни Дарын мен Нұрасылдың ата әжелері Зағипа апамызды, Әлдибай атамызды, Жеңіс апамызды ортаға шақырып, бір ауыз тілек ниеттер естісек, үлкендердің тілегі болса ортада. Ататалған аталарым, апаларым ортаға келсеңіздер. Той құтты болсын. Сағидоллаға қайдасыз? Ортада апам басына келіңіз, қазір конверт береді деген не әңгіме ғой? Ортада болайық. Ал апа, той қуаныш құтты болсын, келіңіз. Жатып етқан сіздің күйеуіңнен қыз тойды істеп жатыр. Бір баласы бірге келді, бір баласы бірінші класқа кірді. Сол оқымысты көп балалары. Қызығын көрсін, балалар жаты ақ болсын, бақытты болсын. Мына сәскемен жақын балалардың қызығын көріп, немері көбіне түсіне көрсін, бақытты болсын, немін жолын көрсін, сәскемен. Рахмет әкем. Рахмет апа, Алла разы болсын. Сізге де мінекей ақ жаулық, жасыңыз 100-ге келсін. Күрішбек атам жасына келіп 108-ге келіңіз. Алла қалап. 100-ден кейін де әрмен қарай сандар бар екен ғой. 108-ге келген аталарымыз бар бұл ауылда болған. Кеше ғана әреңдетті ғой кісіден. Алла разы болсын. Апа, рахмет. Апа, 100-ге келіңіз. Бір апама 100-ге келіңіз, мәліне болмайдан маған. Қайт, амада бола, атақты өзім 100-ден деп. 103-ге келіңіз құлады болса. Өзіңіз бек қонақ айтасыз ба, қош келіңіз. Құрметті қонақтар, қадірлі ағайын, бүгін мына үлкен той болып жатыр. Сүндет деген үлкен той, мұсылмандыққа бет бұру. Үйленге мына баламыз жасқа келіп қадаматтап жатыр екен, құтты болсын. Енді жаңа Әлдибай ата деп жатыр ғой, енді ол кісі жағдайға байланысты келе алмады денсаулығына. Енді ана кісі қалай десем болады, маған жеңге болып қалады ма, бірдеңе болып қалады. Енді мынау той құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, мына құрметті қонақтар келгендеріңізге рахмет. Осындай жүрген жеріңіз той думан, шат думан болсын, тек қана тойға келіңіздер. Мына Сашқаның тойы әлі көп. Енді бүгін сүндет болмаса, енді беташа ай, Тілашар дейді ғой, беташар деп бұл Тілашарда. Оның беташар, сол Сашқада той көп, сол тойда қамаңыздар, бәріңіз келіңіздер. Дендеріңіз сау болсын, амандық болайық, той қыласын. Бекболатаға Алла разы болсын. Өте тамаша тілек болды негізі. Бүгін Тілашар, Құдай қаласа бір 15 жылдан кейін беташар деп тұрып атамыз. Ағамыз, Алла разы болсын. Беташар тойға аман есен жетейік, сол күнді Алла нәсіп етсін. Енді дастарханға енді жайғасып жатсыздар ғой. Ана бір ағамыз айтқан екен ғой, өзімнің де қарным тоймай жүрген кезде балама да тіс шығып бәле болды ғой деп. Сол айтқанда енді дастарханға жайғасқанда бізде жан-жақтыларыңызды, мазаларыңызды алмай
ақырында әнге салсақ жако, Құдай қаласа. Қазір енді қазақ балесінің королі Шәмші атамыздың Сыған серенадасын әнін тартып өтейін. Қабыл алыңыздар, әдемілеп, вальске шақырсаңыздар болады бір-бірлеріңізді. Жақындырақ араласайық деген ән болады. Бір-бірімізді вальске шақырсақ болатын ән.
ақырындап біреудің жұбайымен белесеңіздер апарып қойыңыздар. Сіздерге де рахмет. Жұмыстарыңыз жоқ болса жүре беріңіздер, болса қайта берсеңіздер болады. Енді жайғасып алайық, басы енді басталды. Тәтті басталған той Құдай қаласа тәттілігімен аяқталатын сияқты. Сабыры бар тойдың қашанда қадірі болатын сіздер де жақсы білесіздер. Елдің аузында жүретін жақсы бір той болу үшін ол сіздер мен біздер жақсылап түсінісу керекпіз деп ойлаймын. Сондықтан түсіністікпен бүгінгі Сағидолла ағамызбен Құдайхан анамыздың үлкен ұлы тойын, ұлан асыр тойын асқақтатып отырайық, қадірлі жақсылар. Енді мен өз басым шабалақ сұрағанды бұл тойда өте жақсы көре бермеймін. Сондықтан патша көңілдеріңіз болса, той үшін, бүгінгі жақсылық үшін, тойдың шығын дәрежесін көтеру үшін қошемет ұрып отырсаңыздар болатынын жақсы білесіздер ғой. Мен айтпасам да Әбіш Кекілбаев атамызға бақ қонбайды деп, бүгін міне барды бағалап қуаныштарын қойнына сыйдырмай ағайынды дастарханның басына шақырып жатқан бұл әулетке де әрқашан береке бірлік тілей отырып, жақсы тілек ниеттерді тағы бір әрмен қарай жалғап, бір баспалдақ көтеріліп болсақ па деген ой бізде. Қазір ақ тілектің төріне келетін Дарын мен Нұрасылдың нағашылары, үш жұрттың ішіндегі ұлысы да әрісі де қашанда нағашы үшін әр азамат қарыздар анасының ақшын үшін. Сондықтан да нағашыларды ортаға бір шақырып тамаша тілекке кезек берсек, әжесі Күлжан апамыз, Нұрлан атасы, Гүлназ апасы, Төлеген Бақалай, Жөкадай Гүлсім, Нұрбақыт Баян, Төлен Айжан, Орынтай Мира, Қуандық Әсел, Рауан Сәбигүл, Талант Гауһар Сағи, Сәбира Әли, Таңшолпан Аружан және түп нағашылар деп жазылған екен. Мұқатай, Күрешхан, Қалияшхан, Абақ, Мира, Бауыржан, Гүлзада, Разия, Ахмет, Айгүл, Батима, Мұрат, Динара, Жігер, Ақерке, Сайрамхан атты ата-апаларымды, әке-шешелерімді ақ тілектің жырына шақырам. Қорқада болыңыздар, қорқаға келіңіздер. Қош келдіңіздер. Той жақсылықтарыңыз құтты болсын. Енді жиеннің тойына келіп, жайланып тұрып жақсы тілек айтайық деп келгендеріңізді мен жақсы білемін. Мына тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, ақан серідей, серінің астына апау, құлагердей сәйгілікті сыйға тартқан нағашысы екен. Алладан азан шақырып Нұрмағамбет деп аталып, кейін жалпы қазаққа балуан шолақ болып танылған балуан шолақты күреске тәрбиелеген нағашысы екен. Біржан Салға домбыр үйреткен нағашысы. Өзіміздің Қанат Айтгүл Құдайбергеновтерге де тамаша домбыр үйретіп ән салып үйреткен олардың да нағашысы. Нағашының бағасы қашанда артық. Сондықтан нағашылардың тілегіне құлақ түрейік. Араларыңызда үлкендер бастасын. Кім қай жылғы енді ақырында бастайық. Келіңіз апау. Көптің батасынан айтылған Құдайдың құлағына шалдықсын. Дендеріне саулық тілеймін, Құда менен Құдағиыма. Бастарына амандық тілеймін. Өссін. Құдайхан жанымды сыңына да келді, суғына да келді. Балалардан ішке сайынап, бақытты сайындасын шайқап. El соларының қызығын көрсін. Баламандыр кішкене. Сыйлығым бар. Сияқты бір қайыншасы бар. Сыйлық olsun. Bakın. Автоматты көпшілік тойларыңыз құтты болсын. Сағидолланың Құдайхан, мынау екі балапанның қызығын көріп,
солардың қызығына тоймай, өмірлерің ұзақ болып, солардың қазіргі қызықтарын қызықтай беріңдер. Мына бірінші сүндет той ең үлкен қазіргі мұсылманның алғашқы қадамы ғой, мұсылмандыққа жетті. Мына қазіргі қазға басқан қадамы құтты болсын. Өмірлері ұзақ, жастарына жас қосылып, осылардың қызықтарын көріп, артынан тағы да кішкентайларды десе берсін. Солардың қазір қызығына тоймай, осы көпшілік тәуіптен соның қызықтарын қызықтай беріңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Наваздаған үлкен нағашылардың атынан сыйлығымыз бар, соны қабыл алыңыздар. Сашкасын айтқан, мына тойлары құтты болсын, екі балаңның қызығын көр, осы бала шағаларының қызығын көр. Ана мұсылманның ең бірінші қарызы осы сүндеттер дейді ғой. Сол сүндеттер құтты болсын. Ана кішкентайыңның тәй басқан қадамына бүргітіп қадамында құтты болсын. Дендері сау болып, соның қызығын көріңдер, басқа не. Ал енді құрметті қонақтар, туған туысқандар, бірге қонақтар, бүгін құда-құдары кейін той жасаватыр ғой, атшаптыр. Тойымыз тойға ұласа берсін, денеміз сау болсын. Басқа не деймін, жаңа көбісіндердің айтқанына қосылам. Сол Құрметті қонақтар, мына бүгін жиналып отырған көпшілік, мына тойымыз құтты болсын, екі баламыздың өмір жастары ұзақ болсын, мына жасап жатқан сүндет тойымыз құтты болсын, мына кішкентайымыздың қайтай басқан қадамы құтты болсын, тек жақсылық болсын. Мына құда-құдағиыма осы екі баланың жақсылығын қоймай шауып береміздер, дендеріңіз сау болсын. Екі балаға кішкене қадап қалайды, жаңа апасы айтып жатыр. Тайыншамыз бар, қадатымыз берейік. Бәрекелді, рахмет, Алла разы болсын. Бір тайынша. Бөлелерінен жанлайын деушілер болса келіңіздер, микрофон ұстайық. Келіңіз, өзіңіз ба? Келіңіз. Ал енді құрметті көпшілік, тойға келген қауым, тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұлассын. Ал енді құдағына екі балаңыздың сүндет тойы мен тұсаукесері құтты болсын. Әрқашан осындай ақ дастархан басында тойда кездесе берейік. Сол жақсы ұласа берсін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Әрмен қарай енді бір ауыз айтасыздар ма? Қосылға сөйлегенде абзал дейді көбіресе. Келіңіз. Келіңіз. Құдыке жасаған тойымыз құтты болсын. Екі балаңыздың өмір жасы ұзақ болсын. Мына бірінші қазақтың бастамасы мұсылмандық дейді ғой. Сүндетке отырып жатыр. Осы балаңыздың қызығын көріп, үлкен азамат болып өссін. Рахмет. Енді қосылдыңыздар ма? Шын жүректен бір-бірімізге қосылдық деп жатсыздар. Сіздерге де мінекей сый-сияпаттарымыз бар. Сіздердің де сый-сияпаттарыңыз бар екен. Бір-бірлерімізге табыстап қояйық. Тілеген тілектер қабыл болсын. Сіздер де осындай той жасаңыздар, тойдан тойға жетіңіздер. Енді ақырындап сый-сияпат табыстап алайық. Апасына күміс жүзігіміз бен Апамызға күміс, апам өзім апарып беремін деп жауапкершілікті алып жатыр. Сіз табыстаңыз осы сый-сияпатты. Әрмен қарай
Құдағи кетпеңіз апа. Сізге осының бәрі және мінеки әдемі сый-сияпат, сыйлықтардың бәрі сіздер үшін тек қана. Рахмет, нағашылар, қадірлі, қымбатты. Аман болайық, бар болайық, нар болайық, ақырындап сый-сияпатты табыстап, через касса билеп қайнайық, ақырындап табыстап. Майыстыра көзігі, нағашылар орнайды. Жақсы білей болса, нағашылар жасай беріңіздер. Алла разы болсын. Нағашылар енді ақырындап білдіртпей бар дастарханның басына жайғаса қалыңыздар, ақырындап бар. Көңіл үйлерін сұрап кетеді ғой халықтың. Көңіл үйлеріңіз қалай, тойға деген көңіл үйлеріңіз қалай, бүйтейік, сөйтейік деп едімін үйтсем шаршатып алатын сияқтымын сіздерді. Шаршатпай, жақсылап демалдырып жібергіміз келіп тұр. Өйткені Ернат маған айтқанда бүгін ағайын туған туыстың бәрі шетінен, достарымның бәрі ойын ойнайды, би билейді, керемет көңілдерін өздері көтереді деген болатын. Сол көңілге мен себепші болсам ба деп тұрған жайым бар. Мен қазір бір сұрақ қояйын, сый-сияпаттарды әзірлеп қойыңыздар. Енді арасында приздар болса, сол приздарды үлестіріп отырайық. Осындай тойларда, үйлену тойларда қандай да бір жақсылық болмасын, үлкендер бата беріп жатады. Көсегем көгерсін деп. Сол көсегем көгерсін деген сөздегі көсеге деген сөз не сөз? Әбіләкім аға. Көсегем көгерсін деп үлкендер бата береді. Бүгін мысалы біз бата береміз ғой, екі балаға Дарын мен Нұрасылдың көсегесі көгерсін деп. Көсеге деген сөз не сөз? Көсеге деген сөз нағашылар білетін сияқты. Приздарды ретте, жадыра приздарды ретте. Көсеге деген не сөз? Көсеге деген түйенің баласы.
ойында тіші баласы ғой. Көсеге деген түйенің баласы мұрта деп атайды ғой. Көсеге деген сөз түйенің баласы емес. Көсегің көгерсін деп бата береміз. Бекболат аға. Көсеген көгерсін деген өсілген жалғассын ұрпағын көбейсін деген сөз. Бекболат аға енді дұрыс қой, бәрі біліп тұр ол жағын. Көсеген көгерсін деген сөзді қолданамыз. Ошағын көкіріп көсін деп тұрсыңыз. Көсег керінде сонда өргендер. Көсем көкіріп көсін демейді. Көгерсін, ойланып отырайық. Көсеген көгерсін деген не сөз? Соны білейікші той біткенше. Жаңағы нағашыларға жадыра. Жаңа нағашы апайға приз беріп қояйық, Бекболат ағаға приз беріп қояйық. Ол кісілерге ынталандыру. Нақты приз емес бірақ. Енді көсеген ойланып отырайық. Той біткенше біліп боларымыз. Интернет дамыған заман ғой қазір. Әлеуметтік жүйеге кіріп біліп алуға болады. Орысшасы радуга, қазақшасы кемпір қосақ. Не үшін ол кемпір қосақ? Не үшін аспанда ата? Неге ол ата қосақ емес? Не үшін ол апа қосақ емес? Неге жеңеше қосақ емес? Ошағын ойланған қазақ бар ма өзі? Не үшін ол кемпір қосақ? Нұргелді аға? Жоқ. Әділет сен, ол жауынан кейін шығады, бәрі біледі. Не үшін сіздер? Кемпір сияқты иіліп тұрғаннан кейін кемпір қосақ дейді. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Бұл да приз өзімізде қалды, жағына берме, өзімізге қала берсін. Тағы бұны ойланып отыр, төрде аталарым біледі, осы күні білсе үлкендер біледі. Ағасы бағана кемір адам көресіз ғой. Бұл ағам көшеге көресін деген қысыды білдің ғой. Кемпір қосақ. Бір түсі кем, сол үшін кемпір қосақ. Атыңыз кім? Білем ғой, Индира. Бір түсі кем болғаннан кейін сол кем бір қосақ, иә? Индира тура тапты. Бір түсі кем бір қосақ деп аталады Индираға. Осындай күкіла шымшықтан ойнекші. Тағы бір жұмбақ қойып көрейік. Осыдан кейін әрмен қарай бір тілек тағы жалғап алатын боламыз. Бұл жұмбақты біреулеріміз мүмкін күшікті үйдің төбесіне шығарып қойса қалай түседі? Әділет, сол жағы ойландың ба? Күшікті үйдің төбесіне шығарып қойса қалай түседі? Оу, Данияр, ана жақтан кейін сәлем етсіме болып қосын білмейсің ол жағы. Секіріп түсемайды ба? Күшікті үйдің төбесіне шығарып қойса қалай түседі? Шығарып қойса. Оу, кім алып түседі? Дұрыс айтады. Күшікті үйдің төбесіне шығарып қойса, ол иттей болып түседі. Приз беріңіздер, көкеме. Приз. Әдемі. Ағама приз. Көкеме бара, бұрышта отыр, бара бөй отырып. Жадыра. Приз бере қой, қатысалыш өнерге бір жұмбақ тағы жасылып көрейінші. Бәрілеріміз біліп қалуларымыз мүмкін. Біріп қалуымыз мүмкін. Зубачисканың қазақша баламасы қалай аталады? Тіс шығыш емес қой, әрі жыл тойда болдық қой, білесің, ішіп аласың ба деген. Зубачисканың қазақша баламасы. Әбілек маған біліп отыр, просто айтамай отыр, ойланып отыр. Ұзақ ойланады да, загрузка болады да, үшті көрмесін. Зубачисканың қазақша баламасы. Қалай? Олықпен жолдас дейді. Күрс емес ол? Олықпен ағесіп шашыңыз жүрдіңіз? Зубач... Ау! Кім айғайлап отыр? Жоқ, айғайлап отырады. Жеңеше айғайлап отыр. Ой, жеңешесі де сенің күші. Білмесеңіздер біліп жүріңіздер, Зубачисканың қазақша баламасы ауыз қуысындағы қалған қалдықтарды тазалайтын жуан ағаштан арнайы жеңішке етіп жасалған екі жағы үшкірленген ағаш алып тұрайындар. Келесі тойда
білім алатын боласыздар. Енді тағы бір жұмбақ жасасақ бола ма екен? Приздар әлі бізде көп қой, бізде әлі приздар бар екен. Туылған жоқ, бірақ қайтыс болған. Туылған жоқ, туылмаған. О, бәрекелді. Не деген қалай аталады? Адам алейхиссалам. Дұрыс. Туылмаған, бірақ қайтыс болған адам ата. Алла тағала топырақтан жаратты, жан берді, бірақ өмірден өтті. 89-дар молодец. Красавица. Сізбен жақындап танысуға бола ма? Есіміңіздің аты? Күлім? Күлім. Бәсе сол, өзі сол, екеуміз жарасып отырған айтқан ғой. Әдемі. 89-дарда бір приз болып тұр. Тағы бір жеңілдірек үшін бағастырып жүрейін. Балконның қазақшасы қалай айтылады? О, мына кісі тауып алды. Қылдима дейді. Дұрыс па? Қылдима. Өте дұрыс. Бәрекелді. Сіз өте оңай жұмбақ таптыңыз. Тағы бір жұмбақ сізге жеңге жасырып берейін, Мәшіне жүрген кезде 4 дөңгелек айналады. Яғни мәшіне жүрген кезде қай дөңгелек айналады? Дұрыс айтасыз. Приз, жадыра. Қайда? Беріңіз, жадыра сен, қалды сен қасында. Тағы бір жұмбақ, бұл жолы пластаринді қазақшасы қалай айтылады? Ой, молодец, мына бала батыр, үйінде оқымапты екен. Аты кім? Әулет. Пластаринді қазақшасы қалай айтылады? Ермексіз. Дұрыс айтады, әулетке бір приз берейікші. Бәрекелді, рахмет. Әулетке бір приз болсын. Осылай приздар әлі үлестірілетін болады. Қазір бір тамаша тілекті ұсынып алайық. Одан кейін тағы жалғасымын табатын болады. Құдағилар деп жазылған екен. Амангелді, Тәрбие, Ақжарқын, Алмахан, Күлімхан, Берік, Салиха, Нұрғанат, Роза, Асылхан, Серікбай, Әлдихан, Айбек, Тұрсынхан, Нұрғанат, Роза, Асқар атты құдағиларды ортаға билет тұрып шақырсақ, тояла алаңда тілек бұрышында болыңыздар. Билер. Құдалар, келіңіздер, ортада болыңыздар, жақсылық құтты болсын дейміз. Енді араларыңыздан бір сөз ұстаған ағаларымыз болса, сөз ұстаған азаматтар бастасын. Одан кейін жылқы ат ұстайтын азаматтар қоштасын. Одан кейін квартира ұстайтын адамдар жалғап, ораза ұстайтын адамдар түйін дөше деген ой ғой менде. Тамаша тілек сіздерден болсын. Келіңіздер. Келіңіз апа. Ойлары құтты болсын, екі баланың жасы болсын. Сол жастағы жақсы. Билейді, бақытты болсын, өмір бақыт. Жасаған тойлары құтты болып, апанесі болып, құтты болсын жастары. Ассалаумағалейкум, тойға келген қауым. Сәкен құдам менің құдағидың тойларын, жаңа немерелердің тойына келіп отыр екенбіз, бәріміз. Осы немерелері үлкен жігіт болсын, халқының қалаулы жігіттері болсын. Осы Сүмбе ауылының ең үлкен жақсы атқа бетке тұтар жігіттері болсын. Осылардың енді тойының басы, осылардың соңғы тойында да осындай ауыз біршілікте бәріміз осындай отыра берейік. Және де апам ба? Әрі қарай келіңіз өзіңіз. Құрметті тойға жиналған қауым, құда-құдағи, жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, немерелеріңіз жақсы ұзақ болып, алдағы
Бүгінгі жаңағы тұсауы дейсіз, тұсауы десеңіз, сүндет той болса, болашақта бұдан да үлкен тойлардың куәсі болайық. Тек жақсылықта бас қосайық, той қыласың. Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар. Сенде қалды. Міне, аға, тойларымыз құтты болсын. Балаңыз ер-жер үлкен шыңдардан көрінсін. Үлкен бақыт тілеймін. Құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Ата-ананың ең үлкен бірінші баланың алдындағы парызы сүндет той. Бардың баламыздың сүндет тойы өзіне құтты болып, биіктерден көріне беретін үлкен жігіт болсын. Екінші, Нұрасылдың адам басқан күні, сол өмірдегі асулардан биіктерден сүрінбей өте берсін. Тойларын тойғаласа берсін. Және де жалғайтын ақ тілекті арнайтындар болса мені ұсынайын. Қарғадай бала аузымызға қақпақ болып деп жүрмеңіздер. Айтам десеңіздер бір ауыз айтыңыздар. Келіңіз өзіңіз. Сулифатсыз айтасыздар айтыңыз. Құрметті қойшаған балам, өзгәрсіне екі баланың сүндет тойы бірінші жақсы болған. Өмірде бақыт болсын, екі баламыз өмірде ұзақ болсын, дені сау болсын, енді сүндет той болсын, енді жақсылық той болсын, тек қана жақсылық бола берсін. Енді қосылдыңыздар ма? Әрқашан осындай жақсылықта жүріңіздер. Шаңырақтарыңызға амандық, тек қана өмірге деген үлкен құлшыныспен үлкен жетістіктер тілеймін. Алла расуларыңыз көп жасаңыздар, ғұмырлы болыңыздар, сый-сияпаттарыңыз болса табыс етіңіздер. Өйткені тамаданың ең мықтысы сөйлеп болған қонақтардың конвертін ұмыттырмай бергізулер жүр ғой қазіргі кезде. Мен де ұмыттырмай конверттеріңізді табыстатып қояйын. Той иелеріне табыстап, билеп қайтайық. Ақырындап. Рахмет. Баяғыда Тұрмағанбет Үзтілеуттен сұрапты ғой, Аламан бәйгеде қай ат алдымен келеді деп. Сөйтсе Тұрмағанбет айтқан екен ғой, барлық ат алдымен келеді, артымен келетін ат көрген жоқпын деп. Мінекей, бәрлеріңіз алдымен сөйлейтін қонақсыздар, шынын айтқанда тілек болғаннан кейін жөн жолымен ақырындап жалғасымын тапқаны жақсы. Сағидолла ағамның атын негізі Сашка деп жатыр, жаңа елдің бәрі. Менде қазір Сашка десем ыңғай сияқты, сол Сағидолла деп ағамның атын атап жүре бергенім абзал сияқты. Сағидолла десе танымай өтпеңіздер. Сашка Сағидолла ағамның екінші аты. Қазір Сағидоллаға апа, той жасау негізі оңай емес, оны әр қазақ біледі. Қазір қазақ тойдан шаршайық деп жүріп, шынымен де тойдан шаршап бара жатырмыз. Бірақ бүгін шаршамайықшы. Бүгін той жасап жатсыздар ғой. Мен бүгін Сағидолла ағаммен Қырайхан апам ортаға билеп келсін дегенде, сіздер екеуіңіз бір ақырындап бір билеп келсеңіздер, ағайын туғанды шамала болса, той сияқты болсын деген ғой. Сағидолла аға өзіңіз ақырындап бискват етіп жіберіңізші, ол жақтан ақырындап бері қарай. Маған қарамаңызшы сондай сияқты. Билеп келсе, қазір екі той иелері ғой, сіздер де қошемет көрсетіп қойыңыздар, өйткені қазір әдемі бір қошеметті көңілді көргім келіп тұр. Той иелері Сағидолла аға мен Қырайхан апам билеп келсінші ортаға.
Ай бәрекелді, рахмет, Allah разы болсын. Осы Сағидолланың басында бас киім, осы селолық округте Керімқұл Жанетті және Сағидолла өзіңізде бар сияқты ғой. Иә, растық. Жанеттен екеуі ғана киіп жүреді, постоянно осы. Ырза боламын сіздерге қарап. Көңіліңіз қалай аға? Әйбет, апау, сіздікі? Жақсы, өте керемет. Шебурашқа жан жолдасың, неге сен бұртиясың, неліктен балмұздақ жемейсің? Мен тартамын сарнайымды, өткен жандар тыңдайды. Шіркін әттің бүгін тойда, неге шапалақ бір болмайды? Сағидолла ағамызға Күлайхан анамызға шапалақ соғайық жақсылап. Сесін долда шуласыншы әдемі, тойда бүгін шулатып керемет өткізсек. Қатты қошеметтер